Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер көкпай тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше, әдемі дәмімен есте қалатындай торт. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Әдеттегідей құрамын төменде көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен жұмыртқамызды салып аламыз. Миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Кейін қантымызды аз-аздан салып, осылай араластырып аламыз. Аппақ пена болғанға дейін араластыратын боламыз. Біздің жұмыртқамыз осындай көбікті болды, ақ көбікті. Кейін сүтімізді, ерітілген майымызды құямыз. Қоспамызды араластырып аламыз. Кейін яблочный уксусты қосып, тағы да араластыратын боламыз. Құрғақ қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін ситадан өткен ұнға какаоны тағым, және де разрыхительді, соданы және де тұзды салып араластырып алатын боламыз. Кейін сұйық қоспамызбен құрғақ қоспамызды араластыратын боламыз. Біздің қоспамыз дайын. Кейін пергамент қағазына екінші жағына өзіңізге керекті пішінді сызып аласыздар. Содан соң 3 қасықтан осылай етіп салып, шеттерін келтіріп, кейін пеште 5 минут, 10 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Біздің дайын корждарымыз осындай болып, пышный болып шығады. Қалған қамыр қоспасын бетіне әдемілік үшін кішкене печеньелер дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай етіп одноразовый мешокқа аз-аздан құйып, кейін пеште пісіріп алатын боламыз. Өте тез дайындалады. Ендігі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге креметте және де сахарный пудраны араластырып, миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп алған соң салқын сливкимізді құятын боламыз. Неге біздің креміміз дайын. Ендігі кезекте одноразовый мешогымызға құйып алып, жинақтайтын боламыз. Сізде насадка жоқ болатын болса, осылай етіп мен сияқты одноразовый мешоктың басын домалақтап кесіп жасасаңыздар болады. Сол кезде әдемі шариктер шығатын болады сіздерде.
Тортымызды жинап болдық. Ендігі кезекте печеньелерімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бір-біріне сәйкес келетін печеньелерді осындай етіп біріктіріп жинап аламыз. Кейін ортасына кремді жағып, холодильникке салып қатырып алсаңыздар болады. Бетіне глазур дайындау үшін осындай қазақстан шоколадын алып, су моншасында ерітіп алдым. Кез келген микроволновкада ерітіп алсаңыздар да болады. Тортымыздың бетіне ерітілген шоколадты осылай етіп құйып, біркелкі жағып шығатын боламыз. Ендігі кезекте әсемдейтін боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлеп әсемдесеңіз болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Менен жаңа видео күтіңіздер. Баршаңызға сәттілік, ас болсын.